Бизнес жүйесіндегі кәсіпкерлік. 1. Бәсекелестік ұғымы, оның түрлері, әдістері, формалары. Бәсекелестік, лат. Concur соқтығысу, тәуелсіз экономикалық субъектілердің шектеулі экономикалық ресурстар үшін күресі. Бұл сатып алушылардың әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып, өз өнімдерін сатудың ең жақсы мүмкіндіктерін қамтамасыз ету мақсатында, нарықта әрекет ететін кәсіпорындар арасындағы өзара іс-қимылдың, өзара байланыстың және күрестің экономикалық процесі. Әлемдік нарықта тауар өндірушілердің үнемі бәсекелестігі бар. Сыртқы нарықтарда табысты өнер көрсету үшін ұсынылатын отандық тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін айтарлықтай арттыру талап етіледі. Импорттау кезінде, шетелдік сатушылардың бәсекелестігін пайдалану сатып алудың тиімді шарттарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бәсекелестік ұғымы соншалықты көп мағыналы, ол кез келген әмбебап анықтамамен қамтылмаған. Бұл басқару тәсілі де, капиталдың өмір сүру тәсілі де, бір капитал басқа капиталмен бәсекелес болған кезде. Бәсекелестікте негізгі маңызды қасиет, тауар өндірісінің қасиеті де, даму тәсілі де көрінеді. Сонымен қатар, бәсекелестік қоғамдық өндірістің стихиялық реттеушісі ретінде әрекет етеді. Бәсекелестік тауарларды өндірудің, сатып алудың және сатудың ең жақсы шарттары үшін нарықтық экономикаға қатысушылар арасындағы бәсекелестік. Мұндай қақтығыс сөзсіз және объективті жағдайлардан туындайды. Әркімнің, нарық субъектісінің толық экономикалық оқшаулануы, оның экономикалық жағдайға толық тәуелділігі және ең үлкен табыс үшін басқа үміткерлермен қақтығыс. Экономикалық өмір сүру және өркендеу үшін күрес нарық заңы. Бәсекелестік оның қарама-қарсы монополиясы сияқты, нарықтың белгілі бір жағдайында ғана болуы мүмкін. Бәсекелестіктің әртүрлі түрлері және монополиялар нарық жағдайының белгілі бір көрсеткіштеріне байланысты. Бәсекелестіктің түрлері. Нарықтық бәсекелестіктің негізгі көрсеткіштері, нарыққа тауарлар жеткізетін шаруашылық жүргізуші субъектілердің, заңды тұлға құқықтары бар шаруашылық, өнеркәсіптік, сауда кәсіпорындарының саны, кәсіпорынның нарыққа кіру және одан шығу еркіндігі, тауарларды саралау, тауарлардың белгілі бір түріне әртүрлі жеке ерекшеліктерді беру, зауыттық маркасы, сапасы, түсі және тағы басқа, шаруашылық жүргізуші субъектінің нарықтық бағаны бақылауға қатысуы. Жетілген, еркін, бәсекелестік жеке меншікке және экономикалық оқшаулануға негізделген. Оның пайымдауынша, нарықта не құру керектігін және қандай мөлшерде дербес шешетін көптеген тәуелсіз кәсіпкерлік субъектілері бар. Сондай-ақ жеке кәсіпорынның өндіріс көлемі шамалы және осы кәсіпорын сататын тауардың бағасына әсер етпейді. Әрбір өндіруші сататын тауарлар біртекті. Сатып алушылар бағалар туралы жақсы хабардар және егер кім көтерсе өз өнімдерінің бағасын сатып алушылардан айырады. Сатушылар бір-біріне тәуелсіз әрекет етеді. Нарыққа ешкіммен және еш нәрсемен шектелмейді. Жетілген бәсекелестік сонымен қатар, нарықтық механизмді қалыптастырудың, бағаны қалыптастырудың және тепе-теңдік күйге жету арқылы экономикалық жүйенің өзін-өзі реттеуінің шарты болып табылады. Мұнда жеке тұлғалардың өз экономикалық пайдасын алуға деген өзімшілдік ниеттері бүкіл қоғамның игілігіне жүгінеді. Нақты нарық аталған шарттардың барлығын қанағаттандырмайтынын көру қиын емес. Сондықтан жетілген бәсекелестік схемасы негізінен теориялық мәнге ие. Алайда бұл нақты нарықтық құрылымдарды түсінудің кілті және бұл оның құндылығы. Жетілмеген бәсекелестік әрдайым болған, бірақ әсіресе ғасырдың аяғы мен ғасырдың басында күшейе түсті. Монополиялардың пайда болуына байланысты. Осы кезеңде капиталдың шоғырлануы орын алады. Акционерлік қоғамдар пайда табиғи, материалдық және қаржылық ресурстарды бақылауда ұстайды. Экономиканың монополиялануы ғылыми-техникалық прогрестің әсерінен өнеркәсіптік өндірістің шоғырлануындағы үлкен секірістің табиғи салдары болды. Монополия термині сөзбе-сөз тауардың жалғыз сатушысын білдіреді, бірақ қазіргі жағдайда ол жетілмеген бәсекелестікке тән нарықтық жағдайлардың әртүрлі түрлеріне сілтеме жасау үшін қолданылады. Монополия бір адамға, белгілі бір адамдар тобына немесе мемлекетке тиесілі өндірістің, балық аулаудың, сауданың және басқа да қызмет түрлерінің айрықша құқығы. Бұл табиғаты бойынша монополия мінсіз бәсекелестікке тікелей қарама-қарсы екенін білдіреді. Экономиканы қамтуды ескере отырып, таза монополия бір сатушы, нарыққа кіру жабық, бағаны толық бақылау. Абсолютті монополия мемлекеттің немесе шаруашылық органдардың қолында.
пайда болу себептеріне байланысты монополиялардың келесі түрлері ажыратылады. Табиғи монополия оны сирек және қалпына келтірілмейтін ресурстарға ие меншік иелері мен ұйымдар, сондай-ақ инфрақұрылым салалары, қоғамдық көлік және тағы басқа иеленеді. Заңды негізде құрылатын заңды монополиялар, патенттер және тағы басқа. Жасанды монополиялар. Бұл термин монополиялық пайда алу үшін құрылған кәсіпорындардың бірлестігін білдіреді. Бұл монополиялар нарық құрылымын келесі бағыттар бойынша әдейі өзгертеді. Жаңа кәсіпорындар нарығына кіруге кедергілер жасайды. Аутсайдерлерге, монополиялық бірлестікке кірмеген кәсіпорындарға, шикізат көздері мен энергия көздеріне қол жеткізуді шектеу. Технологияның өте жоғары деңгейін жаңа кәсіпорындармен салыстырғанда жасаңыз, үлкен капиталды қолданыңыз. Жаңа кәсіпорындар жақсы жарнамамен гол соғады. Жасанды монополиялар бірқатар нақты формаларды құрайды. Картель, синдикат, сенім және концерн. Картель өнеркәсіптің бір саласының бірнеше кәсіпорындарының одағы. Онда оның қатысушылары өндіріс құралдары мен өнімдеріне өз меншігін сақтайды. Ал жасалған бұйымдарды өздері нарықта сатады. Квота туралы келісе отырып, әркімнің жалпы өнім шығарудағы үлесі, сату бағасы, нарықтарды бөлу және тағы басқа. Синдикат біртекті өнім шығаратын бірқатар кәсіпорындардың бірлестігі. Мұнда шаруашылық жүргізудің материалдық жағдайларына меншік бірлестікке қатысушыларда сақталады. Ал дайын өнім осы үшін құрылған кеңсе арқылы олардың ортақ игілігі ретінде сатылады. Трест бұл кәсіпкерлердің осы тобының өндіріс құралдары мен дайын өнімге бірлескен меншігі құрылатын монополия. Концерн бұл ресми тәуелсіз кәсіпорындардың одағы. Әдетте әртүрлі салалардан, сауда, көлік, банктерден. Оның шеңберінде бас кәсіпорын барлық қатысушыларға қаржылық бақылауды ұйымдастырады. Экономиканың монополиялық нысаны жағдайында бәсекелестік өте күрделі сипатта болады. Біріншіден, қазіргі жағдайдағы монополиялар тұтынушылар мен әлеуетті бәсекелестер туралы нақты ақпаратқа ие. Екіншіден, жарнама арқылы монополия тұтынушылардың сұранысын қалыптастыруға айтарлықтай әсер етеді. Өйткені ірі монополиялар үшін жарнама қолжетімді. Үшіншіден, қаржы және саяси байланыстар арналары арқылы монополия тапсырыс берушіге, мемлекеттік мекемелер немесе контрагенттер компаниясы арқылы әсер етеді. Бұл тармақтар бәсекелестік процесінде тәуекел деңгейін төмендетеді және монополиялық пайда табуды қамтамасыз етеді. Бәсекелестер кәсіпорынның өзі жұмыс істеуге тырысатын белгілі бір нарықты таңдауына қатты әсер ете алатындықтан, бәсекелестіктің үш түрі бар екенін ескеру қажет. Функционалды бәсекелестік пайда болады, өйткені кез келген қажеттілікті, жалпы айтқанда, әртүрлі тәсілдермен қанағаттандыруға болады. Тиісінше, мұндай қанағаттануды қамтамасыз ететін барлық тауарлар функционалды бәсекелестер болып табылады. Спорттық жабдықтар дүкеніндегі өнімдер, мысалы, дәл солай. Функционалды бәсекелестік, егер кәсіпорын шынымен бірегей тауардың өндірушісі болса да, ескерілуі керек. Түрлік бәсекелестік бір мақсатқа арналған, бірақ қандайда бір маңызды параметрмен ерекшеленетін тауарлардың болуына байланысты туындайды. Бұл, мысалы, бір класты, бірақ қуаты әртүрлі қозғалтқыштары бар 5 орындық жеңіл автомобильдер. Пәндік бәсекелестік бұл кәсіпорындардың іс жүзінде бірдей, тек өндіріс сапасымен ерекшеленетін немесе тіпті сапасы жағынан бірдей тауарлар шығаруының нәтижесі. Мұндай бәсекелестік кейде фирмааралық деп аталады. Бұл кейбір жағдайларда дұрыс дегенмен, бәсекелестіктің басқа екі түрі де фирмааралық екенін есте ұстаған жөн. Экономикада бәсекелестікті оның әдістері бойынша бағалық және бағалық емес деп бөлу әдетке айналған. Баға бәсекелестігі, әдетте, осы өнімнің бағасын жасанды түрде төмендету арқылы жүреді. Бұл жағдайда баға дискриминациясы кеңінен қолданылады. Ол осы өнім әртүрлі бағамен сатылған кезде пайда болады, және бұл баға айырмашылықтары шығындардың айырмашылығымен негізделмейді. Бағаны кемсіту үш жағдайда мүмкін. Сатушы монополист болуы керек, немесе белгілі бір дәрежеде монополиялық билікке ие болуы керек. Сатушы сатып алушыларды әртүрлі сатып алу қабілеті бар топтарға бөле алады. Бастапқы сатып алушы тауарды немесе қызметті қайта сата алмайды. Баға бәсекелестігін негізінен аутсайдерлер монополияларға қарсы күресте қолданады. Олармен бәсекелесу үшін аутсайдерлердің бағалық емес бәсекелестік саласында күші мен мүмкіндігі жоқ. Сонымен қатар, баға әдістері нарықтарға жаңа тауарлармен ену үшін қолданылады. Бұл абсолютті артықшылығы жоқ монополияларда назардан тыс қалмайды. Сондай-ақ сату проблемасы кенеттен шиеленіскен жағдайда позицияларды нығайту үшін
Тікелей баға бәсекелестігі кезінде кәсіпорындар нарықта шығарылатын және қолжетімді тауарларға бағаның төмендеуі туралы кеңінен хабарлайды. Бағалық емес, бәсекелестік негізінен өнімнің сапасын және оны сату, қызмет көрсету шарттарын жетілдіру арқылы жүзеге асырылады. Сапаны арттыру екі негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Біріншісі, тауарлардың техникалық сипаттамаларын жетілдіру. Екіншісі, тауарлардың тұтынушылардың қажеттіліктеріне бейімделуін жақсарту. Өнімнің сапасын жақсарту арқылы бағалық емес бәсекелестік өнім бойынша бәсекелестік деп аталды. Бәсекелестіктің бұл түрі салалық нарықтың бір бөлігін өзінен бұрынғылардан түбегейлі ерекшеленетін, немесе ескі модельдің жаңартылған нұсқасын ұсынатын жаңа тауарларды шығару арқылы алуға деген ұмтылысқа негізделген. Сапаны жақсартуға негізделген бәсекелестік қайшылықты сипатқа ие. Бір жағынан, сапаны арттыру бағаны жасырын төмендету және сатуды кеңейту тәсілі ретінде қызмет етеді. Екінші жағынан, сапа бұл жарнамалар мен әдемі қаптамалар арқылы сапаны бұрмалау мүмкіндігін ашатын субъективті бағалау. Өнімді сату арқылы бағалық емес бәсекелестік сату шарттары бойынша бәсекелестік деп аталды. Бәсекелестіктің бұл түрі сатып алушыға қызмет көрсетуді жақсартуға негізделген. Қазақстан Республикасының қазіргі жағдайында кәсіпкерлердің бәсекелестігін дамыту. Өндірушілер арасындағы бәсекелестіктің ең маңызды саласы сату және тұтыну нарықтары. Тұтынушы үшін күресте бәсекелесті бағаламау тіпті ірі компанияларда айтарлықтай шығындарға, кейде дағдарыстарға келді. Өткізу нарықтары үшін күреспен қатар шикізат нарықтары, еңбек ресурстары, капитал, ғылыми-техникалық жаңалықтарды пайдалану құқығы үшін бәсекелестік артып келеді. Әсіресе соңғы уақытта еңбек ресурстары мен ғылыми-техникалық инновациялар саласындағы бәсекелестік күшейе түсті. Бұл ғылымның өндіріс қабілеттілігінің едәуір артуына, оны одан әрі инновациялау талаптарына байланысты. Ғылыми-техникалық революция ғылым мен техника саласындағы бәсекелестікті де шектеді. Үнемі жетілдіру кәсіпорынның өркендеуінің ажырамас шарты болды. Ғылыми жаңалық немесе түбегейлі жаңа өнім компанияны сәттіліктің шыңына шығаруы мүмкін, бірақ бәсекелестіктің дәл осындай ашылуы кәсіпорынның барлық көпжылдық күш-жігерін жоққа шығаруы мүмкін. Дегенмен, бәсекелестік әрқашан күреспен тікелей байланысты емес. Барған сайын ол нарыққа жанама әсер етеді. Мысалы, американдық автобизнестің үлкен үштігінің мүшелерін сыртқы бәсекелестерге қарсы біріктіру сияқты келісімдер қазіргі бәсекелестікке тән сипатқа айналды. Таза бәсекелестік нарығында кәсіпорын өз тауарларының бастапқы бағасын белгілеудің реттелген әдістемесіне ие болуы керек. Тапсырмалар қою, сұранысты анықтау, шығындарды бағалау, бәсекелестердің бағалары мен тауарларын талдау, баға әдісін таңдау және түпкілікті бағаны белгілеу қажет. Кәсіпорын нарықта қалу үшін оның міндеттері мен мақсаттарын шешудің әдістері мен жолдарын табу қажет. Өмір сүруді қамтамасыз ету кәсіпорынның негізгі мақсатына айналады. Кәсіпорындардың жұмысын және өз тауарларын өткізуді қамтамасыз ету үшін өндірушілер тұтынушылардың реакциясына үміттеніп, төмен баға белгілеуге мәжбүр. Өмір сүру пайдадан гөрі маңызды. Аман қалу үшін қиын жағдайға тап болған кәсіпорындар баға концессияларының кең бағдарламаларына жүгінеді. Бағаның төмендеуі шығындарды жабатын болса, бұл кәсіпорындар біраз уақытқа дейін коммерциялық қызметті жалғастыра алады. Ағымдағы пайданы барынша арттыру. Фирмалар бағаның әртүрлі деңгейлеріне қатысты сұраныс пен шығындарды бағалайды және ағымдағы пайда мен қолма-қол ақшаның максималды түсуін және максималды шығынды өтеуді қамтамасыз ететін бағаны таңдайды. Барлық осындай жағдайларда кәсіпорын үшін ағымдағы қаржылық көрсеткіштер ұзақ мерзімді көрсеткіштерден маңыздырақ. Нарық үлесінің көрсеткіштері бойынша көшбасшылықты жеңу. Нарық үлесінің көрсеткіштері бойынша көшбасшылыққа қол жеткізе отырып, компаниялар бағаны барынша төмендетуге барады. Бұл мақсаттың нұсқасы нарық үлесінің нақты өсуіне қол жеткізуге ұмтылу. Осы мақсатты ескере отырып, компания бағаны да оның маркетингтік кешенінде қалыптастырады. Тауар сапасының көрсеткіштері бойынша көшбасшылықты жеңу. Компания өз өнімін нарықтағы ең жоғары сапалы ету мақсатын қоя алады. Әдетте бұл жоғары сапалы өнімге қол жеткізу және қымбат ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу шығындарын жабу үшін оған жоғары баға белгіленеді. Қазіргі жағдайда салааралық бәсекелестік пен халықаралық бәсекелестік те бар. Бәсекелестік барған сайын кең халықаралық сипатқа ие болады. Бәсекелестіктің жаңа формалары мен әдістері пайда болады.
жаңа, жетілдірілген тауарларды, әртүрлі ілеспе қызметтерді ұсынуға, кеңірек және өнертапқыштық жарнаманы пайдалануға негізделген бағалық емес бәсекелестік дамиды. Ғылыми-техникалық прогресс белсенді әсер етеді. Монополияға қарсы реттеу өндірістің шоғырлануы мен монополиялану деңгейін, кәсіпорындардың стратегиясы мен тактикасын, сыртқы экономикалық қызметті, баға мен салықты реттеуді қамтиды. Дамыған елдердің монополияға қарсы заңнаманы құру және пайдалану тәжірибесі экономиканың тиімділігін арттыруға бағытталған нарықтық қатынастарды, бәсекелестік деңгейі мен ауқымын мемлекеттік реттеудің осы нысанының қажеттілігін көрсетеді. Монополияға қарсы реттеу тиісті саясатты, инфрақұрылымды қоспағанда көптеген тауар топтарының бағаларын тұрақтандыруды көздейді. Монополияға қарсы заңнаманың өзегі шетелдік өндірушілердің отандық нарықтарына бақыланатын жол беруді, қолданыстағы монополияларға қарсы тұратын бәсекелес өндірушілерді қаржылық, салықтық және кредиттік ынталандыру жөніндегі шаралар жүйесін әзірлеуді және қабылдауды, өндірісті әртараптандыруды көтермелеуді көздейтін бәсекелестікті көтермелеу саясаты. Инвестициялық қызметте бәсекелестіктің рөлі артып келеді. Ірі инвестициялық жобалардың монополияға қарсы сараптамасы маңызды рөл атқаратын болады. Шығарылатын өнім ассортиментінің жоғары сапасы мен жылдам жаңаруы нарықтық экономика жағдайында меншік нысанына қарамастан кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігінің маңызды факторына айналуда. Салашілік, салааралық және халықаралық бәсекелестікті бөліп көрсетуге болады. Осы бағыттардың барлығы салалар, кіші салалар, өндірістер санының өсуімен, олардың өзара тәуелділігінің күшеюімен, сондай-ақ салалар арасындағы және олардың ішіндегі капиталдың толып кету мөлшерінің ұлғаюымен қатар жүретін қоғамдық және оның түрлері халықаралық еңбек бөлінісінің, өндірістің мамандануы мен саралануының тереңдету заңдылықтарын көрсете отырып, барған сайын ауқымды дамуда. Мемлекеттік монополияға қарсы реттеу жүйесі экономика нарықтық қағидаттарға негізделген барлық елдерде қалыптасады. Өндірушілердің нарықтарды монополиялау мүмкіндіктерін шектеу мақсатында мемлекет жүзеге асыратын әкімшілік және экономикалық шаралардан басқа, бұл жүйе заңды шараларды да қамтиды. Монополияға қарсы реттеу, нарықтық бәсекелестік үшін жағдайларды қамтамасыз ету және өндірушілердің нарықтарды монополиялау мүмкіндіктерін шектеу мақсатында мемлекет жүзеге асыратын экономикалық, әкімшілік және заңнамалық актілер кешені. Енді жауаптары бар сұрақтарды еске түсіріңіз.